Голливуд жұлдыздары қазақша сөйледі. Өрмекші адам қайтадан қазақша сөйледі. Моана қазақ тілінде сөйледі. Джеймс Бонд қазақ тілінде сөйледі. Дисней студиясының «Одинокий рейнджер» алғашқы ойын фильмін қазақ тіліне аударды. Галактика сақшылары қазақ тілінде сөйледі. Тағы бір байқап көр. Атым Грут. Атым Грут. Атым Грут. Ойын әлсіреді. Бітті. Оның бәрі аңызға айналды. Тым ұзақ бөгелдің ғой, Алиса. Мен Мауимін. Эй, менің кезегім келді. Онда не істеп жүрдің? Мен онда демалуға барқам. Саған қатысты жоспарларымыз бар, Питер Паркер. Кеше ғана орындалмас қиялдай болып көрінетін құбылыстың куәсі болып отырмын. Шынайы оқиғаға құрылған. Мен Мауглимін, бұл менің үйім. Қызық, иә, ересек екі адам қабырғамен сөйлесе дағал ол жауап береді. Былық, ей, бірақ біз оны ұмытайық. Қалып тұрам мен суға қарап, ғажап нені іздеймін, бірақ соны білмеймін. Исках да съм най-добра във всичко, но тази вода ме приhavet. Samakva ég berst gegn því. Ez a lázas szív fura ritmust ver, csak is engem hív. Ez a titkos hely, téve himatalja, itt a moja, de hol a глазах, как у тень океан бескрайний. Я chanterai l'homme que tous ignorent. Si alguien de mi vela ve acompañarme, sé yo no. Қазақ тілі Walt Disney студиясының 39-шы тілі, Sony Pictures студиясының 7-ші тілі, Disneyдің әлемдегі екінші түркі тілі және әлем бойынша DVD, Blu-ray арқылы тамашалауға қолжетімді голливудтық фильмдердің 7 негізгі тілдер қатарына енді. Елбасы қойған мақсаттардың бірі 2020 жылы 95% халқымыздың қазақша сөйлеу керек деп. Оны жасау үшін жалпы өте жақсы халықаралық деңгейдегі контент болу керек. Сондықтан сол кездегі болашақ қауымдастығының азаматтары ойланып біз тұңғыш рет мемлекеттік емес ұйым Меломан компаниясымен бірлесе отырып, Disney компаниясымен келісіп, тікелей ағылшын тілінен қазақшаға аударылып жатады. 2017 жылдың көктемінде алғаш рет қазақша дубляжының қорытынды жинақталуы отандық Арай Медиа Групп студиясында жасалды. Дубляж толығымен Қазақстанда дайындалған бірінші фильм Тимур Бекмамбетовтың адамның алғаш рет ашық ғарышқа шыққаны туралы баяндайтын алғашқылар дәуірі болды. Осылай аталған фильмнің толығымен Қазақстанда жасалған алғашқы өнім болып шығудың өзінің де мәні бар. Себебі, жобаның өзде оның ұйымдастырушылары елімізде әлемдік киностудияларының фильмдерін қазақ тіліне дубляжын жасауды бастаған болашақ қоры мен оның серіктестері үшін алғашқы болып табылады. Және белгілі дәрежеде ғарышқа шығумен салыстырылады. Здравствуйте, дорогие казахстанцы! Я очень рад представить вам сегодня наш фильм «Время первых». Это большой фильм о выходе человека впервые в открытый космос. Без Байконура, без Казахстана все это было бы невозможно. Впервые этот фильм будет показан в Казахстане на казахском языке. Я не знаю казахского языка, но язык добра, профессии он всем понятен. С первых же минут создания этой картины мы приняли для себя решение обязательно его дублировать на казахский язык.
Потому что для нас это святое место. Это земля, которая дала старт потрясающим открытиям в космосе. бейсенбі жұма ма? Леша, уайымдама. Егер мүлт кетсек, 3 жылдан кейін тартылыс күші бәрібір жерге түсіреді. Алғашқылар дәуірі. Все фильмы, которые мы дублировали, это отдельная история, и выделить из них запоминающихся, конечно, Кюліктер Ека это был самый первый и, наверное, самый непростой, и, наверное, самый запоминающийся проект. Фин Макмисл, Британ барлау қызметі. Мен Метрман, тасмалдау қызметі. Әлемді көмегің қажет. Бұл жолы олар әлемді шарлап жарыса. Домо аригато! Өндірістік бюджеттің жалпы құны 4 миллиард ақш долларын құрайтын жоғары технологиялық дубляж Disney, Sony Pictures, Marvel, Lucasfilms және Базилев студияларының 21 фильмі ұлттық өнімге айналды. Когда мои дети пришли в кинотеатр, посмотрели фильм «Батыл Журек. Храброе сердце» на казахском языке, это были просто потрясающие, колоссальные эмоции. Они думали, что это казахский мультик. Когда я сказала девочкам, что он был дублирован, переведен на казахский язык, они мне не поверили, они сказали: «Нет, мама, это казахский мультик». И это просто такая бешеная уверенность в глазах ребенка. И, наверное, в этот момент ты понимаешь, особенно когда дома дети пересматривают раз за разом все эти фильмы, включая свою любимую Моану или включая свою любимую Батыл Журек, и смотрят, пересматривают по 10, по 15 раз, и им есть что смотреть, наверное, это самое главное. Фильмдерді дубляж жасауда 21 голливудтық жоба қазақ тіліне аударылып, тек телеарналарда емес, олар дискіде шығуда. Және бүгінгі таңда iTunes'те қолжетімді. Сонымен қоса, Air Астана әуе компаниясының жолаушылары да қазақ тіліне аударылған жаңа фильмдерді көре алады. Бұл бүгінгі таңда сапалы дубляжды қамтамасыз етуге, халықаралық стандарттарды көрсетуге және Қазақстанның шетелге танымастай етіп көрсетуді жоғарылатуға мүмкіндік береді. Әрине, әрбір кинода режиссердің айтатын бір ойы болады. Сол идеяны жеткізу үшін режиссердің дубляжы ең бірінші жұмыс бастар кезде киномен танысады, сценариймен танысады. Сол ойды қазақша жеткізуге тырысасың, соған актерларды таңдайсың. Киноның идеясын, жаңа беретін ойын ойлап болғаннан кейін, мен ол киноны бір спектакль қойған сияқты есептеймін. Және кинода сол бір оқиға бар. Сол оқиғаны қазақ тілінде жеткізу. Кішкентай нұсқадан жазып, ол дауыстардың барлығын Диснейге жіберді. Яғни, әрбір дауысты Дисней таңдап алды. Осыған Диснейдің атынан 32 мемлекеттің ішінен ең жақсы дубляждалған метр деп маған диплом ұсынды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз хатында: «Мен болашақ қауымдастығы, Меломан компаниясы және Алтын Қыран корпорациясының бірлескен бұл жобасы қазақ тілінің дамуына қосылған елеулі үлесі деп атап өтті. Я хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал. Особенно, конечно же, бизнесменам хочу сказать спасибо. Конечно же, наших актеров, режиссеров дубляжа, все наши компании, студии, всех, кто нам помогал и поддерживал, верил в нас. И хочу поблагодарить всех наших зрителей, маленьких детей, родителей, бабушек, дедушек. Я уверен, что со временем в кино будут ходить больше людей. Потенциал рынка у нас есть, и все условия для этого создаются. И этот проект будет длиться долго и долго. Өзінен баста қазақша сөйле. Өзіңнен баста қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Өзіңнен баста. Қазақша сөйле, өзіңнен баста.